Жаз мезгілінде үйіміздің дастарханынан табылатын маусымдық жеміс-жидектер бар. Олар құлпынай, таңқурай, қара бүлдірген, өрік және тағы басқа өнімдер. Маусымдық жеміс-жидектерді таңдаған кезде неге жіті мән беру керек? Нутрициолог маман Алтынай Сейтқазы қызынан сұрап білдік. Негізі жазғы жеміс-жидектерді таңдаған кезде, мысал келтірсем, құлпынайды таңдау кезінде ең біріншіден бізге осы жапырағының болғанын қарау керек. Себебі жапырағын алып тастаса, онда көптеген микробтар, мысалы бактериялар кіріп кетуі мүмкін, саңырауқұлақтар. Сол үшін оған үлкен мән беру керек. Екіншіден, олардың түстеріне қарау керек. Мысалы, осындай қызыл түсті болу керек, ал қызыл түсті. Егер де оның түсі ашық болатын болса, ол піспеген, біз білетіндей. Ал егер де қатты қою қанық болса, ол яғни пісіп, оның мысалы витаминдері құрамында азая бастайды. Сондықтан ал қызыл түсін алған дұрыс. Сонымен бөлек тағы бір айтатын жағдай, мысалы кейбір құлпынайлар аса үлкен болып тұрады. Мысалы көп құлпынайларды алған кезде, олар мысалы барлығы да үлкен көлемді болатын болса, олар көбінесе пестицидтермен өңделген болады. Себебі мысалы ондай табиғатта көп кездеспейді. Сол себепті мұндай орташа көлемді түрлерін таңдаған жөн. Өріктер таңдаған кезде ең біріншіден олардың сыртқы келбетіне қарау керек. Пішіні дұрыс па, дұрыс емес па, және де тығыздығы орташа болу керек. Қатты болмау керек, жұмсақ та болмау керек. Ең маңызды ескерер жайт жидектердің қорапта сақталуына және шырынының ағып кетпеуіне мән беру керек. Түстері тым қою немесе аса ақшыл болмауы тиіс. Ал гастроэнтеролог дәрігерлер жеміс-жидектерді таңдап алғаннан соң, оны мұқият жуу керектігін ескертеді. Себебі құрамында болатын паразиттер құрттардан мейлінше сақтанған жөн дейді. Сіз жеміс-жидектерді сатып алдыңыз. Бұл жағдайда менің кеңесім жарты сағатқа салқын судың ішіне матырып қойып қою керек. Осы жарты сағат өткеннен кейін 1 литр суға жарты шай қасық сірке суын, жарты шай қасық ас содасын, жарты шай қасық тұзды қосып, араластырып, сол жаңағы жасалған суымыздың ішіне жеміс-жидектерімізді салып қойып қоямыз. Енді қойып қоятын уақытымыз 10-15, ары кетсе 20 минут болар. Содан кейін міндетті түрде жақсылап краннан судың ағызып, жақсылап тұрып шаямыз соны. Сол шайғаннан кейін жеуге болады. Ғалымдар күніне 800 грамм жеміс-жидекті қабылдау адамның өмір жасын ұзартатынын дәлелдеген. Күніне 80 граммнан 10 мәрте жеп тұрыңыз. Ең бастысы бау-бақша өнімдерін дұрыс таңдау мен жуу тәсілдерін естен шығармаңыз.